Қазақ әдебиетінің аспанында жарық жұлдыздай жанған Төлеген Айбергеновтың шоқтығы биік туындысы «Сағыныш». Бұл тек сағыныш туралы емес, бұл өнер. Жақын жандарға арналған, жүректен шыққан сырлы туынды. Сағыныш өлеңі сезімді жанды тербетер мұң, жүректі шымырлатып, аңсау ретінде суреттелінген. Сағыныш ақынға халық махаббатын, рухани биіктікті алып келді. Оның атын әдебиетте мәңгі қалдырды. Қоғамға бұл өлең үлкен әсер етті. Адамдардың жүрегіндегі сағыныш сезімін оятып, адамгершілік пен жылылықты күшейтті. Ақын өлең жазғанда ерекше шабыт пен рухани ләззат алады. Бұл да жанның тынысы, жүректің үні. Сағыныш арқылы ақын адамның ішкі әлемін, туған жерге деген шексіз махаббатын, уақыт пен қашықтықты жеңген сезімді бейнелейді. Сағыныш тек өлең емес, ол жүректің мұңы, ұлттың рухани айнасы, мәңгілік сезімнің көркем көрінісі. Бұл өлең жай ғана біреуді аңсау емес, бұл адамның жүрегіндегі ең нәзік, ең шынайы сезімдердің айнасы. Сағыныш өлеңі 20 ғасырдың ортасында ақынның ішкі жан дүниесі мен өмірге, адамдарға деген махаббатының көрінісі ретінде дүниеге келген. Ол өз өмірінде көп нәрсені ерте түсініп, сезініп үлгерген ақын. Жалпы сағыныш өлеңінің мағынасына үңілсек, мұнда тек бір адамды емес, балалық шақты, достықты, туған жерді, таза сезімді сағыну жатыр. Сағыныш бұл жоғалған нәрсеге деген өкініш емес, керісінше сол сәттердің жүректе мәңгі сақталғанының дәлелі. Төлеген Айбергенов үшін сағыныш өлеңі тірі болудың белгісі. Себебі адам тек жақсы көрген кезде сағынады. Бұл өлең арқылы ақын бізге маңызды ой қалдырады. Яғни, уақыт өтеді, адамдар өзгереді, бірақ шынайы сезімдер ешқашан жоғалмайды. Сағыныш ол әлсіздік емес, ол жүректің байлығы. Сондықтан Төлеген Айбергенов жырлаған сағыныш өлеңі ешқашан өлмейді. Ол бір ақынның ғана емес, барша адамзаттың жан сыры. Адам бар жерде сағынышта бірге өмір сүреді. Ол өткенге деген іңкәрлік, алыстағы асылдарға деген жүрек. Сондықтан бұл өлең уақыттан озған, жүректерге мәңгі сақталған рухани мұра.